Сәлеметсіздер ме үшін сынып оқушылары? Бүгін мен сендерге Smiles People's Book оқулығының 98-99 беттеріндегі тапсырмаларды түсіндіріп беремін. Менің арнам ұнаса, менің сабағым ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. 10-шы жаттығу. Listen and read. Оқы және тыңда. Бірінші суретте. Look, Nanny, you are sailing. Қара Nanny, біз қайықпен жүзіп бара жатырмыз. Well done, өте жақсы. Екінші, look at me, I am surfing. Маған қара, мен серфингпен ойнап жатырмын. Үшінші, look Nanny, I am water skiing. Nanny, қара, мен су шаңғысымен сырғанап жатырмын дейді. Төртінші, hey, what is Charlie doing? Чарли не істейді? He's jumping up and down. Ол жоғары төмен секіреді. Oh, look, Charlie's diving. Қараңдар, Чарли сүңгіп жатыр. Алтыншы суретте, be careful, Charlie. We're getting wet. Сақ бол, Чарли, біздің үстіміз су болды, дейді. 11-ші жаттығу. Read the story and say true or false. Әңгімені оқып, рас немесе өтірік екенін белгілеу керек, яғни. Бірінші, Lily's sailing. Лили қайықпен жүзіп жатыр. Яғни true, дұрыс. Liam is surfing. Лия серфинг теуіп жатыр. False. Үшінші, Daisy is diving. Daisy сүңгіп жатыр. False. Төртінші, Jake is water skiing. Jake су шаңғысымен сырғанап жатыр. True. Яғни дұрыс. 12-ші жаттығу. Read the story again. Who says? Әңгімен қайтадан оқы, кім айтқанын белгіле дейді. Біріншісі, well done. Яғни Nanny айтты. Екіншісі, he's jumping up and down. Ол жоғары төмен секіреді. Яғни Daisy айтты, я? Он үшінші жаттығу. Act out the story. Яғни әңгімені сахналап көрсетесіңдер. Оны өздерің істейсіңдер. 14-ші. Listen and read. Make a new dialogue with your friend. Тыңда және оқы, және досыңмен жаңа диалог құр дейді. Әсел. Hey, what are you doing? Не істеп жатсың дейді. Max. Look at me, I am diving. Маған қара, мен сүңгіп жатырмын. I am surfing. Мен серфинг теуіп жатырмын дейді. Әсел. Well done. Өте тамаша дейді. Яғни осы жерде көкпен жазылған сөздің орнына басқа сөз қойып, жаңа диалог құрамыз. Әсел. Hey, what are you doing? Max. Look at me, I am diving. Маған қара, мен сүңгіп жатырмын. Әсел. Well done. Өте тамаша дейді. Сонымен 14-ші жаттығуымыз бітті. 15-ші жаттығу. Listen, point and repeat. Бұл жерде W әрпінің оқылуын жазамыз, яғни оқылуын айтамыз. Walrus, морж, water, су, whiskers, мұрт, white, ақ. 16-ші жаттығу. Complete then listen and repeat. Толықтыр және тыңда және қайтала дейді. Яғни бұл жерге әріптерді қойып оқимыз. The walrus with the white whiskers is on the water. Морж өзінің ақ мұрттарымен судың үстінде жатыр. Сонымен сабағымыз бітті.